Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Ақтоғай ауданының әкімі қаршыға арынып студент жастармен кездесті. Кездесуде студенттерге ауданның тұрмыс-тіршілігін хабарлап, жастарды ауылға қызмет етуге шақырды. Толығырақ тілші материалында. Павлодар мемлекеттік университеті түлектерді жұмысқа орналастыруда өңірдің аудандарымен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Бұл мақсатта жыл сайын дәстүрлі кездесулер мен бос жұмыс орындары жәрмеңкесін өткізуде. Ақтоғай ауданының әкімімен болған кездесуде университет ректоры Гаухар Ахметова ауылдық жерлерде кадр тапшылығын шешудегі өз ұсынысымен бөлісті. Нам бы хотелось решить эту проблему. Кадр тапшылығы мәселесін шешуде осындай кездесулердің маңызы зор. Өйткені мұндай шара университет түлектерінің жұмыс табуына үлкен септігін тегізеді. Қазіргі таңда технология өте жылдам дамып жатыр. Біздің оқу орны осы мүмкіндіктерді пайдаланып, кейбір мамандықтарды қайта жаңғырту шарасын қолға алды. Аудан әкімі Қаршыға Арныптың сөзінше Ақтоғайда жас мамандарға үлкен қолдау көрсетілуде. Бұл ретте аудан басшысы студенттерді толғандырған сұрақтарға да жауап берді. Я считаю, что сегодняшняя встреча послужит. Бүгінгі кездесу Павлодар мемлекеттік университетінің стартап алаңындағы идеяларды Ақтоғай ауданында жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шара болды деп санаймын. Стартапом, что реализовать свои идеи именно на территории Ақтоғайского района. Шара соңында Павлодар мемлекеттік университеті мен Ақтоғай ауданының әкімдігі өзара ынтымақтастық орнату туралы меморандумға қол қойды. Өзгеріс қонар Ринат Абдулкаимов және Анатолий Классин, Ертіс ақпарат.